Bir мұсылман жігіт 5-6 жастар баласын ертіп ресторанға кірді. Тамақ жеп отыр еді. Баласы байқамай стакан түсіріп алып, стакан сынып кетті. Официант қыз келіп балаға ұрса бастады. Байқамайсың ба, бұл не қылғаның? Әне сынды деді. Әкесі тоқтаңыз деді. Тоқтатып қойды да, қанша тұрады деді. Пәленше тұрады деді. Дереу 2 стаканның ақшасын берді. Жаңағы официант қыздың қолындағы стаканды алды да баласына берді. Таста деді. Баласы тастады, ол да сынып қалды. Ақшасын төлеп шығып кетті. Баласының жүрегінің қысылуынан, баласының қорқақ болуынан алдын алып жатыр. Біз стакан сындырыңдар деп айтқымыз келіп тұрған жоқ бұл жерде. Бізде болады үйде кейде. Шынын сындырып алады, тамақ төгіп алады, үйде бір қандай да бір нарушение болады. Тақ бір өмір сынып кеткендей. Немесе үйде бір жиһазға зиян келтіріп алады. Бала дереу таяқ жейді сол кезде. Айтыңызшы, бір пияланың аман сақтап қалу балаңыздың жүрегін сындыруға татый ма?